Hey сәлем достар, бізде бүгін FIFA Mobile ойыны. Бүгін бұл мен Айбек. Бүгін біз FIFA-дан біз бір драфт ашамыз және де басқа ойындарды ойнайтын боламыз. Бізде алдыңғы видеода осы Куртуа түсіп кеткен болатын. Бізде сразу драфт жасаламыз ба? Бірақ бәрібір де дым да түсетін секілді. Бізге 113 қажеті жоқ, сондықтан оны обменге тыға салғанымыз дұрыс шығар. Маған айтпақшы, мына жерде Рафиняны ауыстыру керек болып жүр. Өйткені тым әлсіз. Сондықтан оны трансферде қандай бір сондайға жинасақ па деп отырмын. Яна LV. Так, іздеп көрейік ал. Кімдер бар екен? Так, Хаги. Мынау жақсы екен, бірақ 23 мың. Мынау жақсы сияқты. Рональдиньо, олар қымбат. Диаз бар. Диазды алса болады осы. Осы нормально енді. Содан кейін менің ақшама келетін сайт жоқ. 118-12 мың. Мұндайлар керек емес деп ойлаймын. Мен онда осы Диазға жинайтын секілдімін. Осы маған керек. Немесе бірден мұнан алам. Көреміз енді. Вроде мынау жақсырақ. Оны енді көре жатармыз. Біз қазір енді тапсырмалар орындап қойдық. Бұл легендадан бұны өтпей қойық. Біз чемпион өте салайық. Бізде Баварияда тұр екен. PSG-ға ауыстырайық. PSG-да мынақты керек нәрселер бар. Чем арғы жаққа қарағанда. Сондықтан осыларды өтіп тастайық. Достар, арнаға лайк басып, комментарий жазып кетейік. Подписка жасап кетейік. Мына жақта Дрогба, Стейдж, Десяли. Достар, айтпақшы, сіздер білесіздер ғой, Дастан Сатпаев Челсидан, Челси оны сондықтан қазір Челсида Дастан Сатпаев жоқ. Осы болды салсақ. Жеңдік ендігі. Бізде ар жақта матч чемпионымыз орындалды. Бірақ біз одан бірінші мыналарды розыгрыш бастаймыз. Ал не түседі екен? 500 самолет нормальный негізі болады. 500 самолет керек. Достар, сіздерге осы FIFA Mobile ойыны ұнай ма? Или келесіде қандай ойын ойнайын жаза кетіңіздер. Сол ойынды ойнайтын болам. Ана Рафиня құлады екен. Айналып. Ана қарана болсақ жақсы. Жеңдік, өттік тапсырман. Енді біз тағы да розыгрышты көрейік ал. Бізге 100 самат түсет. Керек, бірақ қатты күшті емес. Дембеле түссе екен. Немесе мына жақта 2 драфт бар. 2 драфттың біреуі түсіп кетсе, бұл өте жақсы.
өтө керек. Бавария, мына Диаз алсам бекен, немесе Хаги, білмеймін. Менде мына жерде Кейн ғана бар. Қалғандары жоқ, себебі қиын. Бізде менің командам меніңше оп-оңай ұтып кетеміз деген ойдам. Себебі қатты қиын емес бұл ойын. Бұндалар ой, мыналарың сразу туф, анаған беріліп кеткен болатын. Так, біздің Ламбард, Олисеге пас. Так, Олисе бізде Мбаппе гол. Көреміз ойлайм, қатты күшті салған жоқ, жарым кетті. Бізде Кейн. Санчес допты алуын керек, бірақ алдыға қарай жүгіріп кетті. Кейін воротаға кіріп салуын бердім. Кіріп салуын дұрыс деді деп ойлап. Бізде Олисе қатты тезерген болатын. Бізде Ламбард, Олисе бізде не істер екен? Бүкіл скоросымен жүгіріп келіп, алдындағы защитниктерді озып, допқа кеткен болды. Бұл Мбаппенің скоросымен көздік. Бізде Олисе Кейнді білген. Консонетті айтамын. Сондықтан одада қателіктер болып қалады. Алдынан шығып қалды. Так, кейін бізде Баспен гол. Баспен күшті гол салып кеткен болатын. Так, кейін бізде Мбаппе қайттан деп қаланады. Достар, осы ойынды немесе драфт тапқан жақсын. Болмаса келесі видеода драфтты жинап, көрдіңдер ма? Куртуа воротадан өтіп кетті ғой. Жаңағыдай магиямен айналысып кеткен ғой Куртуа ше. Так. Дамға береді. Жолдастардан бізде ал драфт. Жолымыз болмады биылдыққа. Баварияда по-любому дым жоқ. Так, достар, бізде топ премиядан өтіп болған болатын. Бізде енді команда осы. Маған осы ЛЗ мен осы ЛВ керек болып жүр. Осы екеуін ауыстырсам, енді бір 123-124 болатын шығармын.
Так достар, енді бүгінгі видео осымен аяқталды. Видеоға лайк басып, подписка жасап кетейік. Қош сау болыңыздар.